Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді беляши дайындайтын боламыз. Толықтай видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге жылы сүт, жылы су, тұз, қант, құрғақ ашытқы, сұйық май және ұн қажет болады. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, одан кейін жылы сүтімізді, тұз саламыз, ашытқымызды саламыз, қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дәл осы рецептпен беляшиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры ерекше дәмді болып шығады. Одан кейін оның үстіне бір ас қасықтай сұйық майымызды салып, жақсылап илейміз. Егерде сіздердің майларыңыз көп болып кетсе, кішкене шым-шым ұн сеуіп жіберіңіздер. Майы толықтай тестаға сіңу керек. Жақсылап иленген қамырды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Немесе бұдан да үлкенірек бөліктерге бөліп жасауға болады. Мен осылай көз мөлшерімен бөлдім. Одан кейін барлығын осылай күлшелеп аламыз. Салмасына менде фарш пен жуа және тұз бұрышын қалауларыңызша саласыздар. Кейін дайын болған тестаны шетінен алып, дөңгелетіп жайып аламыз. Тым қатты жұқа, тым қалың да жаймайсыздар. Барлығын осылай оқтаудың көмегімен жайып, бір ас қасықтай ортасына салмасын саламыз. Одан кейін ішіне қаратай түйе отырып, формасын келтіреміз. Бұл беляшидің тестасы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлығын осылайынан формаға келтіріп дайындап аламыз. Бұдан да үлкенірек қылдырып жасасаңыздар да болады. Осылай барлығын ішіне қаратай түйе отырып жасаймыз. Дайын болған беляшиміздің бетін жауып, майымызды қыздырып, одан кейін орташа отта асықпай пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Көріп тұрғандарыңыздай беляшиларымыз дайын. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.